Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Ертіс Өтебай. Қарым-қатынас тақырыбындағы номер 1 психосоматолог. Психосоматика саласында 4 жылдық тәжірибем бар. Мыңнан астам адамдарға терапиямен көмектестім. Оның ішінде 700 адам отбасын сақтап қалуға себепші болдым. 100-ден астам адамға денсаулығына байланысты мәселесін шешуге көмектестім. Одан бөлек отбасым бар, 4 баланың әкесімін, 2 бизнесім бар. Мен туралы толық ақпарат білгіңіз келсе, мына жерден оқып алсаңыз болады. Жалпы психосоматика деген не деген сұраққа жауап беретін болсақ, біздің ойымыздағы, яғни психологиялық тұрғыдағы белгілі бір эмоциялардың кесірінен денеміздегі пайда болатын реакциялар, сонымен қатар жаңағыдай блоктар, неше түрлі және де денеміздегі табылатын белгілі бір симптомдар немесе аурулар деп айтсақ болады. Соның қандай байланысы бар десек, белгілі сол кез келген ситуацияға байланысты қандай да бір эмоцияға беріліп, сол ашуға беріліп, немесе өкпе ренішке салынып кететін кездер болатын болса, соның артында біздің психологиялық тұрғыдағы белгілі бір себептер бар екенін анықтайды. Сол эмоцияларға жиі беріліп, күйзеліске ұшыраудың салдарынан денеміздегі қате ой, қате сенім, қате шешімдердің кесірінен денемізде белгілі бір диагноз пайда болады. Терапияның қажеттілігі неде деген кезде, сол біздің ойымыздағы туындап тұрған, яғни эмоциялардың белгілі бір түп тамыры болады. Қандай десек, ол біздің кез келген эмоция, яғни ашулану, күнәлі сезіну, біреуді күнәлау, ренжу деген сияқты эмоциялардың ең алғашқы рет егілген дәнегі болады. Яғни біздің балалық шағымызда қалыптасқан белгілі бір ситуацияда қалыптасқан біздің шешімдеріміз, яғни негативті тұрғыдағы қабылдаған негативті шешімдеріміз. Сол күндердің күнінде кез келген ситуацияға байланысты өзінің бір тамырлары болады, яғни өзінің бір травмалары болады. Қарым-қатынаста болсын, қандай да бір ситуацияда болмасын, біздің ішіміздегі жараның беті ашылып кетеді. Яғни кез келген ситуация біздің травмамызға триггер болып табылады, яғни біздің травмамызды оятады. Терапияның маңыздылығы сол ең соңғы ситуацияға байланысты, немесе сіздің денсаулығыңыздағы проблемаңызға байланысты, немесе қарым-қатынасыңыздағы проблема, табысыңызда, кез келген өзіңіздің өміріңіздегі кездескен соңғы проблема, яғни сіздің запросыңызға байланысты соңғы ситуацияны алатын боламыз. Сол жердегі ситуацияңызға байланысты триггер болған ситуацияны алып, сол жерден шыққан эмоцияны алып, сол эмоцияның шығу тегімен жұмыс жасаймыз. Яғни адамның ойындағы сол ситуациядағы эмоцияңыздың түп тамырын анықтап, соған байланысты ең алғашқы рет өзіңізді солай сезінген ситуацияны тауып, соған байланысты сіздің нейронды байланыстарыңызды өзгертумен, жаңа установка, жаңа убеждение қалыптастырумен, яғни сол өміріңіздегі болған ситуацияға көзқарасын өзгертумен сіздің қазіргі состояниеңізді өзгертетін боламыз Алланың қалауымен. Сол арқылы сіздің адамның миындағы жалпы нейрондық байланыстар өзгеру арқылы қазіргі ситуацияға байланысты көзқарас өзгереді, айналасындағы ситуацияларға восприятиесі өзгереді, яғни қабылдау өзгереді. Сол өзгерістер арқылы адамның өміріне өзгеріс келеді. Оған дәлелдің бірі Құрандағы мынандай бір аят бар. Адам өзі өзгермейінше, Алла оның жағдайын өзгертпейді деген Құрандағы аят соған дәлел болып табылады. Жалпы терапия 1-1,5 сағат аралығында өтеді. Сол 1,5 сағаттың ішінде бәлкім ертелеп бітіп кетуі мүмкін, бәлкім кішкене созылып кетуі мүмкін. Яғни уақытта шектеу жоқ. Толығымен адамның запросымен жұмыс жасайтын боламын. Сол запросы бойынша түпкі себебін анықтап, сол қажет өзгерістерді, трансформациялардың барлығын орындау арқылы бүкіл қажетті шаралардың бәрі орындалады. Сонымен қатар терапия соңында тағы да қосымша тапсырмалар беріледі, техникалар беріледі. Яғни кейбір адамдарда 1,5 сағатта менің мәселем шешіліп үлгере ма, сол толыққанды менің запросым бойынша жұмысымыз толыққанды атқарыла ма, немесе уақыт біткеннен кейін шығарып сала ма деген сияқты қорқыныштар болады. Ол шетінен ешқандай уайымдамаңыз. 1 сағат пен 1,5 сағат аралығында негізінде сол жеткілікті уақыт. Бірақ кейбір запросқа байланысты кейбір клиенттермен 1-2 сағатқа дейін созылып кететін кездер болады. Ол бірақ енді өте жиі кездесетін оқиға. Жалпы терапияның нәтижесі толыққанды ең бірінші клиенттің өзіне байланысты болады. Яғни бұл жердегі мақсат кез келген клиент ниетін дұрыстап келу маңызды. Яғни нәтижені менен күтетін болсаңыз, көп жағдайда нәтижеге жете алмай қалып жатқан адамдар өте көп. Сондықтан ең бірінші ниетіңізді Аллаға байлайсыз. Бұл жерде нәтиже беретін тек қана Аллах Тағала. Маған тек себепші ретінде, маған қызметші ретінде қарайсыз. Сіздің өзіңіз қаншалықты шынайы болып, қаншалықты дұрыс ниетпен келуіңізге байланысты барынша мәселеңізге байланысты қызметімді атқаратын болам. Нәтиже сіздің өзіңіздің ниетіңізбен
соңында қалған әрекеттеріңізге байланысты Аллах тағала нәтижесін беретін болады. Мысал үшін, екі терапиямен, Алланың қалауымен, екі бүйрегі бірдей рак болған кісі екі терапиямен жазылып кеткен жайы бар. 15 жылдық экземасы бар кісі 4 терапиямен мәселесін шешкен жайы бар. Сонымен қатар астма диагнозымен бір терапиядан жақсы болып кеткен кісі бар. Енді айта беретін болса кейстер көп. Жалпы әркімге әрқалай, біреуге бір терапия жеткілікті, біреуге 3-4 терапия қажет болады. Ол дегеніміз бір терапиядан алып нәтиже көрмей жатқан болсаңыз, ой, бұл деген болмайтын тәсіл екен деген шешім шығаруға асықпаңыз. Яғни біреуге жаңа айтқандай бір терапия, біреуге 2-3 терапия қажет болады. Сондықтан ниетіңізді жөндеп тұрып, нәтижені Аллаға тапсырып тұрып, до конца тоқтамай, шын ықыласпен, шын ниетпен өзгеремін деген, өмірімді өзгертемін, жақсы нәтижеге Алланың қалауымен жетемін деген ниетпен амал жасайтын болсақ, Алла қаласа жақсы нәтижеге жететін боласыз. Сол үшін сізге ниет сабағын беретін боламын. Сол ниет сабағын дұрыстап ұғып алып, өзіңіздің ниетіңізді жөндеп алып, терапияға келетін болыңыз.